сессиясына 34 депутаттың 30 депутаты келді. 2 депутат белгілі себептермен қатыспай отыр. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сессияның жұмысына кворум бар. Қалалық мәслихаттың 8-ші сайлануының кезектен тыс сессиясын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутаттар мен шақырылғандар, сессияға Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмұдұлы Қасымбек, қала әкімінің орынбасарлары, қала аудандарының әкімдері, департаменттер мен басқармалардың басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Кезектен тыс сессия Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы заңның 10-шы бабына сәйкес қала әкімінің және депутаттардың ұсыныстары бойынша шақырылды. Facebook арқылы тікелей трансляция жүргізілуде. Ұялы телефондарыңызды өшіруді сұраймын. Рахмет. Мәслихат сессия дауыс беру және дауыстарды санаудың электрондық жүйесін пайдалана отырып жүзеге асырылады. Құрметті депутаттар, бізге сессияның күн тәртібін және жұмыс регламентін бекіту қажет. Қалалық мәслихаттың регламентіне сәйкес сессияның күн тәртібіне енгізілетін әрбір мәселе жеке дауысқа салынады. Бүгінгі сессияның қарауына 12 мәселе енгізіліп отыр. Мәселелердің тізбесі сіздердің алдарыңызда. Сондықтан қарастырылатын сұрақтарды толық оқымай, әрбір сұрақты жеке реттік нөмірі бойынша дауысқа салуды ұсынамын. Дауыс беру режимі қосылсын, сессияның әрбір сұрағына дауыс бергеннен кейін нәтижесі экранға шығарылсын. Сессияның күн тәртібі бойынша дауыс беруге кірісеміз. Сессияның күн тәртібіне бірінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі шығарылсын. Қабылданды. Екінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі. Қабылданды. Үшінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Төртінші мәселені енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Нәтижесі қабылданды. Бесінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Алтыншы сұрақ бойынша дауыс береміз. Қабылданды. Жетінші сұрақты енгізуге қарсылықтарыңыз жоқ па? Қабылданды. Сегізінші сұрақ бойынша. Тоғызыншы сұрақ бойынша дауыс береміз. Қабылданды. 10-шы сұрақ бойынша дауыс береміз. Қабылданды. 11-ші мәселе бойынша. Қабылданды. Соңғы 12-ші мәселе бойынша, құрметті әріптестер. Нәтижесі шығарылсын. Шешім қабылданды. Сессияның күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, біз сессияның жұмыс регламенті туралы келісіп алуымыз қажет. Келесі регламент ұсынылады. Сессияның сұрақтары бойынша баяндаушыларға 10 минутқа дейін, сөз сөйлеу үшін 5 минутқа дейін, сұрақтар үшін 3 минутқа дейін уақыт беруді. Сессияның ұсынылған регламентін бекітуге келісесіздер ме? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі шығарылсын. Шешім қабылданды. Сессия регламенті бекітілді. Күн тәртібін қарастыруға көшейік. Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы Астана қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Баяндама жасау үшін Астана қаласы экономика және бюджет жоспарлау басқармасының басшысы Қайсар Зәкірұлы Маңқараев шақырылады. Қайырлы күн.
Құрметті депутаттар, құрметті Жеңіс Махмудұлы. Сіздердің қарауларыңызға Астана қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджетіне енгізілетін өзгерістер ұсынылып отыр. Астана қаласы бюджетінің осы нақтылануы Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 106 бабына сәйкес өткізу ұсынылып отыр. Кірістер нақты жиналудың талдамасына сәйкес сүйене отырып, жеке кірістер бойынша жоспарды 71,5 миллиард теңгеге дейін ұлғайту ұсынылып отыр. Оның ішінде салықтық түсімдер бойынша 60 миллиард теңгеге және салықтық емес түсімдер бойынша 9,5 миллиард теңгеге. Шығыстар. Құрметті депутаттар, мәслихаттың бюджетті нақтылау жөніндегі комиссиялардың бірлескен отырысында сіздер осы бюджет жобасында көрініс тапқан бірқатар мәселелерді көтергенсіздер. Толықтырулар мен өзгерістерді ескере отырып, сіздерге материалдар ұсынылған. Сондықтан бюджет шығыстарының негізгі бағыттарына тоқталуға рұқсат етіңіздер. Біріншіден, мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін орындаудың басымдылығын негізге ала отырып, әлеуметтік саланы қаржыландыру мәселелері ерекше тәртіппен қаралады. Мәселен, әлеуметтік салаға шамамен 17,4 миллиард теңге бағытталды. Медициналық әлеуметтік мекемелерде қарттар мен мүгедек адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге, жеке көмекшінің қызметтеріне ақы төлеуге, мүгедек балаларды тасымалдауға арналған инватакси машиналарды санының ұлғаюына байланысты. Денсаулық сақтау саласында тұмауға және А гепатитіне қарсы вакциналарды сатып алуға, қалалық емханаларды күрделі жөндеуге, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге, білім беру саласында оқу процесіне сәйкес кітаптарды жыл сайын жаңартуға, жаңа орындарға балабақшаларды жан басына қаржыландыруға, колледждерді жарықтандыруға және балабақшалардағы турникеттерді жарықтандыруға. Сондай-ақ мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысты жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды іске асыруға. Екіншіден, қаражаттың едәуір көлемі тыныс тіршілікті қамтамасыз ету инфрақұрылымын нығайтуға, жол көлік желісін ұстауға және дамытуға бағытталатын болады. Қала көшелерінің құрылысын бастауға және жалғастыруға, орташа жөндеуге, қоғамдық көлік тасымалдаушыларының шығыстарын субсидиялауға және бағдаршам объектілерінің құрылысын жалғастыруға. Және де нөсер кәрізін күтіп ұстауға, тазартуға, коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй жобалау мен салуға, реконструкциялауға, қаланы көгілдіру мен абаттандыру жұмыстары жалғасады. Сондай-ақ жаңадан құрылған Нұр ауданы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге және ұстауға қаражат қарастырылған. Үшіншіден, қаржыландыру қаланы дамыту үшін қажетті жекелеген іс-шараларға да көзделген. Қалалық мониторинг және жедел ден қою орталығы, қызметкерлеріне еңбек ақы төлеуге, инновациялық қызметті дамытуды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге арнайы техниканы сатып алуға, жер учаскелерін сатып алуға, 16 көппәтерлі тұрғын үй кешендерінде күрделі жөндеуді өткізуге және 5 көппәтерлі тұрғын үй кешеніндегі 10 лифтін ауыстыруға бағытталған. Осылайша, енгізілген өзгерістерді ескере отырып, Астана қаласының 2023 жылға арналған түзетілген және нақтыланған бюджетінің жалпы көлемі 1,120 миллиард 955 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде жеке кірістер бойынша түсімдер 635 миллиард 242 миллион теңгеге тең. Баяндамам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Құрметті әріптестер, айта кету керек, біз тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында атаулы мәселені жан-жақты талқылап қарастырған болатынбыз. Қайсар Закирулловна, сұрақтарыңыз бар ма? В качестве предложения можно? Пожалуйста. Ну, во-первых, депутат Сергеев, председатель постоянной комиссии, во-первых, хотелось отметить, что в этом бюджете очень многие и социальные моменты отражены, и последние несколько дней депутатский корпус в обсуждение был вовлечен. Приятно отметить, что наконец-то мы заходим на пандусные дворы, которые последние годы были вообще не охвачены. И вот эта корректировка позволяет хотя бы частично начать этот ремонт. Два момента, на которых хотелось остановиться. Первый, Женис Махмудович, вот в период электоральный, когда проходил, был объявлен конкурс по электронной системе оплаты по проезду. До этого депутатский корпус, коллеги, мы погружались в эту тематику, и надо отметить, что действительно огромный пласт работы компании CTS решен. Сейчас
при вашей поддержке вот по бюджету мы двигаемся к тому, чтобы закрыть потребность в автобусах. Да, у нас 450 не хватает автобусов. Есть надежда, что в этом году мы решим вопрос, но остается острая проблема. У нас 3 миллиарда ежегодно мы теряем на безбилетном проезде. И вот как раз электронная система оплаты, она должна хоть частично гарантировать и подрядчик, что они снимут эту и дадут дополнительные деньги в бюджет. Поэтому есть огромная просьба, чтобы к этому процессу все-таки стратегическое решение. У вас есть хороший опыт в Карагандинской области внедрения такой системы. Вот, на мой взгляд, нужно, чтобы это проходило прозрачно, был включен депутатский корпус, общественный совет, и мы сообща приняли это непростое решение, потому что это на стратегическую перспективу. Если мы сейчас ошибемся с подрядной компанией, то это оттолкнет инвесторов, будут социальные какие-то вопросы у людей, а это 600 тысяч человек, поэтому предлагается, если это возможно, максимально, чтобы депутатский корпус подключился, погрузился в эту проблему, и мы вместе как бы решили этот вопрос. И еще один момент – это фасады домов. У нас в городе до сих пор остаются дома, которые из-за люкобонда пожароопасные, плюс есть дома, которые из керамогранита, и уже неоднократно были факты падения плит рядом с людьми на машины, и люди самостоятельно через Уркенкала, через сбор денег не смогут решить эту проблему. То есть затратная часть порядка 1 миллиарда на один дом. Соответственно, есть предложение, Женис Махмудович, потихоньку, может быть, принять какую-то нашу внутреннюю городскую программу и в год делать там 2-3 дома, идти к тому, чтобы все-таки вот этот риск, который для жителей есть, а не дай бог произойдет возгорание, мы не сможем, да, остановить этот пожар при люкобонде, либо не дай бог упадет на ребенка, еще на кого-то, то потом будем как раз уже работать с последствиями. Поэтому есть предложение все-таки разработать какую-то городскую программу и поэтапно решать вопрос хотя бы вот с теми, с опасными домами по фасадам, как 7 бочек, например, и по Мамушола проспекту очень много таких домов. Вот. И в завершении мы, когда 7-й созыв, Женис Махмудович, с вами встречались, вы очень хорошую новаторскую такую инициативу предложили, чтобы раз в квартал встречаться с комиссиями маслихата. Вот, есть предложение, чтобы мы как раз внедрили уже с этим, с 8-м созывом, и было бы здорово, если бы мы вот так комиссионно, комиссия маслихата периодически встречались и озвучивали те проблемные вопросы, которые мы получаем от жителей, от наших избирателей, оно бы помогло эффективно выстроить работу и маслихата, и, думаю, в целом акимата. Спасибо большое. Ирлан Ильич, если позволите ответить. Да, Да? Уважаемый Владислав Алексеевич, очень правильные вопросы. Если позволите, коротко постараюсь ответить. Первое. По бюджету. Во-первых, я хотел бы у коллег-депутатов перед вами извиниться. Мы вынуждены сейчас оперативно просить вас принять этот бюджет. Прекрасно знаете, электоральный период буквально закончился пару недель назад, но нужды города не позволяют нам откладывать на более поздние сроки, поэтому сейчас просим вас поддержать тот вариант, который мы предлагаем. Мы обсуждали с комиссией, предметно вот с руководителем маслихата, с руководителем бюджетной комиссии. Есть вопросы, которые мы дополнительно пересмотрели, да, особенно касается это ремонта дворов, то, что вы говорите, пандусы и так далее. Мы готовы идти. Есть отдельное поручение главы государства, вы знаете, оно прозвучало в начале этого года, благоустройство, озеленение города. Мы в этом году увеличиваем, вы сейчас видите, в 2 раза бюджет на озеленение. Да? Если в прошлом году он был условно 17 миллиардов обустройства сейчас будет около 32-33 миллиардов. Так, да, Кайсар Закирович? В основном пойдем, конечно, вот, например, Алматинский район. А вопрос Алматинского района все просят именно, вот мы постоянно еженедельно контролируем, проверяем, что пишут в сетях, на паблике и так далее, запросы в акимат, это в основном это благоустройство дворов. Поэтому сейчас массированно пойдем именно по благоустройству дворов. По Байконуру есть свои какие-то вопросы, есть скверы. По Есильскому району мы в этом году активно пойдем по парку, президентскому парку, парку влюбленных, водно-зеленый бульвар.
3 основные улицы: Менгликель, Кабанбай Батора, Туран и так далее. Мы эту работу будем продолжать. Может быть, на прошлой неделе вы читали, порядка 1 миллиона мы зеленых насаждений будем в этом году сажать. Это деревья, 500 тысяч деревьев, 500 тысяч зеленых кустарников. Это зеленый пояс вокруг города и внутри города. И на следующей неделе будет общегородской субботник, где мы массированно пойдем по вопросам озеленения. И здесь бизнес нас поддерживает, МСБ также активно пойдет в этом году вместе с нами по благоустройству. Поэтому я извиняюсь еще раз, что оперативно попросили вас принять бюджет. В дальнейшем мы будем заранее с вами отрабатывать с каждой комиссией, с каждым персонально из вас. Мы готовы рассмотреть все вопросы бюджета. Но вот еще раз повторяю, сейчас мы на 71,5 миллиардов увеличиваем объем бюджета этого года. 640 миллиардов, это получается до 640 миллиардов тенге. Так, Асар Закирович, это вот доходная часть за счет местных доходов. Плюс большая поддержка главы государства. В начале года он провел совещание, и нам выделили из республиканского бюджета дополнительно 235 миллиардов 700 миллионов тенге. Это огромная цифра. Это на самом деле бюджеты некоторых регионов страны. Поэтому я хотел, это на первоочередные нужды. В этом году мы должны полностью закрыть вопрос по газотепловым станциям, первый этап ТЭЦ-3. Прекрасно знаете проблему с водой. Наверное, вас журналисты, активисты городские, ваши избиратели постоянно спрашивают. В этом году мы дадим 100 тысяч кубов в сутки, но эта проблему не решает. Я в пятницу главе государства подробно докладывал. В релизе администрации президента вы видели, да? Пресс-службы президента, что отдельное поручение по воде. Мы планируем, что в течение недели правительство проведет совещание, по крайней мере, премьер-министр дал нам такое поручение, мы готовимся. И новые источники воды, которые есть за пределами города, будут осваиваться для городских нужд, и мы планируем обеспечить, прогнозируем, в общем, на 20-25 лет. Руководители города здесь присутствуют, прекрасно это знают. Вот такой депутат Суарнасы, он прекрасно знает эту проблематику, поэтому мы готовы эти вопросы обсуждать. Электронное билетирование. Конкурс идет уже не первый месяц, сроки подведения итогов, Владимир, это неделя же, да? У нас месяц. Да. Пожалуйста, привлеките депутатов, которые заинтересованы этим вопросом. Я готов вместе с ними встречу провести. На конкурс вышло 3 компании, насколько я знаю. Да? Пожалуйста, мы в открытом доступе покажем все сведения, которые есть. Никаких там секретов у нас нету. Задача, чтобы эта интеллектуальная система была одной из лучших по стране. По ремонту фасадов вы абсолютно точно сказали. Мы начнем с 7 бочек. Планы уже по этому году есть. Айсар Закирович, какую сумму вы сейчас планируете в конце года? Там проектировать будем. Сначала проектировать. Вот 15 миллионов они на проектирование заложили по 7 бочкам. Плюс у нас есть договоренность, рядом есть торговый центр, да? Азиапарк. Азиапарк, да. Мы пойдем пополам с этим торговым центром. Чисто половину планируют они, благоустройство и работу по фасадам. Половину мы заложим за счет бюджета, я думаю, на летнем, осеннем уточнении. Дальше мы принимаем программу вообще реновации в городе. Эту программу мы готовы перед вами презентовать до 30-го, да, года. До 30-го года мы планируем порядка 4,5 тысяч квартир снести или жилищ. И там проживает около 12-14 тысяч семей в этих 4,5 тысяч помещений. Поэтому эту работу мы планируем. В этом году порядка 300-400 квартир будет предоставлено людям, которые проживают в аварийных домах. Со следующего года задача по 700 квартир ежегодно. Плюс знаем, что центральные государственные органы разрабатывают программу реновации для крупных городов. Мы будем стараться туда тоже попасть и как-то ускорить. Задача вот сегодня 206 аварийных домов, которые официально существуют, их расселить в течение ближайших 5-6 лет. Если будут возможности бюджета позволять, мы это будем делать быстрее. Отдельно по фасадам тоже будет соответствующая программа, я с вами ее согласую. В целом готов, вот как Владислав Алексеевич говорит, встречаться регулярно. Предлагаю, например, сегодня
12, да? Да. Ну, вот в начале мая или в конце апреля с вами, ну, не сессию провести, а какой-то в другом формате, может быть, совещание обычное, да, депутатами маслихата, обсудить вопрос, который президент поручил на совещании по развитию города. Если предложите другую тему, пожалуйста, другую, там, условно, вода, теплоэнергетика или там дороги, не знаю, социальные объекты, школы. Хотите точно по каким-то проектам, давайте пойдем точно. Хотите какие-то общие проблемы города, мы готовы. В целом я хотел бы вот добавление то, что Кайсар Закирович сказал. Жалпы қалада мәселелер аз емес қой. Енді сіздердің қолдауларыңызбен 71,5 миллиард теңгеге мына бюджеттеріміз ұлғайып отыр. Жалпы қаланың бюджеті 640 миллиард теңгеге дейін ұлғайға түрі бар. Қолдасаңыз бүгін қосымша алдында айтып кеттім, мемлекет басшысының қолдауымен 235 миллиард теңге үкімет республикалық бюджеттің нақтылауын кезде бізге беріп жатыр. Ол ең маңызды мәселелерге жұмсалатын болады. Оны өздеріңіз бақылауға аласыздар. Ол теплоэнергетика, су мәселесі, кәріз, жалпы қаланың абаттандыру мәселелері. Мысалы, жұма күні бізде Есіл ауданының тұрғындарымен кездесу болады. Сол кездесу депутаттарда қосылатын шығар. Өздеріңіз белгілейсіз, кім болады ол жерде. Жалпы мына сұрақтар аз емес. Бүгін осы бюджеттің нақтылауына көбісін біз қосып отырмыз. Көп рахмет сіздерге. Рахмет, Жеңіс Махмудұлы. Разрешите? Пожалуйста. Депутат Ибраев, добрый день, уважаемые коллеги. Женис Махмудович, в продолжение нашего разговора на встрече с бизнесом я хотел бы обратить особое внимание, еще раз, наверное, напомнить об этом. Целевые трансферты из бюджета республиканского пойдет у нас на комфортную школу. Вот комфортная школа предусматривает порядка 77,5 миллиардов тенге. Вы, наверное, помните, наш разговор заключался в том, что эти деньги могут принести инвестиционную, ну, скажем, такую привлекательность, бум, можно сказать, экономики нашего города. Поэтому я просил бы и по возможности наших коллег с госорганов чуть-чуть проявить там городской национализм, такой патриотизм, по возможности привлечь наших отечественных бизнесменов, которые имеют производство в городе, которые дают, ну, деньги могут дать толчок. Я вот представляю мебельную отрасль, у нас порядка более 200 предприятий в городе, ну, из них где-то порядка 9 или 10 предприятий, которые могут именно работать в таком индустриальном варианте. Ну, у нас, знаете же, на СЭЗе сколько предприятий таких незагруженных, процент загрузки 20-30%. Это, опять же, новые рабочие места, это налоги, это новые, ну, сами понимаете, инвестиционная какая-то есть привлекательность. Поэтому хотел бы еще раз напомнить об этом, обратить внимание. И не только вот по комфортной школе, у нас, смотрю, и по благоустройству хорошее идет это направление. Ну, чтобы вот, у нас, знаете, тендерная система такая, почему-то компании с юга приходят, забирают у наших имеющих здесь опыт и, скажем так, компетенции предприятий эти объемы, и потом начинают субподрядом отдавать. Ну, вот как-то в этом направлении поработать. Спасибо. Султан, у нас же унитарное государство, да, мы так не можем говорить, с юга пришли или так далее. Сегодня ночью, вы знаете, ситуация какая была, я вот с руководителем узельного газа разговаривал, и у них, предположим, поставка пищевой продукции на уземный газ, и там местные жалуются. Вот астанинская компания пришла, забрала все. У нас есть своя. То есть с этими вещами чуть надо быть понятно, когда есть пресса, надо аккуратнее быть. Я за наш астанинский продукт, поэтому по комфортной школе 24 школы будут у нас строиться. Как только будут определены с рынком генеральные подрядчики, персонально с каждым буду сидеть и за руку с производителем мебели, там, брусчатки, какой-то специализированной техники, стараться их как-то состыковать, поженить и там обеспечить максимальное местное содержание. Но, естественно, они говорят, параметры цена-качество должны быть соответствующие. Так, наша продукция не может в 2 раза быть дороже, чем условно алматинская или какая-то другая. Мы в этом случае не сможем вам помочь. Если по параметрам качества и цена мы проходные, то, естественно, будет приоритет сделан в пользу астанинской компании. Это моя задача. Мы наши рабочие места, наши налоги местные, поэтому я сам в первую очередь заинтересован в этом. Поэтому консультацию буду, естественно, предметно этим заниматься и помогать мебельщикам нашей столицы максимально отработать вот этот проект комфортной школы.
Спасибо большое. Здесь еще хотел бы продолжить в этом разговоре. Министерство, центральные государственные органы, все пошли, вот, кстати, навстречу нашим предложениям. На сегодняшний момент будет совместный приказ Министерства здравоохранения, Министерства индустрии и Министерства просвещения по техническому заданию. В 963-м постановлении, которое говорит о национальном этом проекте, есть уже нормы, где предусматривается обязательная закупка у местных производителей, ну, по крайней мере, мебельной продукции. Однозначно эта норма есть. И вот просто надо как-то усилить народный контроль, контроль со стороны госорганов, чтобы эти деньги не ушли за границу. Тогда уж в лучшем случае, пускай останется здесь, в Казахстане. Уже не будем смотреть алматинцы, там павлодарцы, астанинцы, но чтобы эти финансовые потоки остались у нас в Казахстане. Спасибо вам большое за понимание. Ну, Рахмет. Самруп нашу позицию знает и будет поддерживать. Басқа қандай сұрақтар болады? Бюджет бойынша басқа сұрақтар. Басқа сұрақтар Жеңіс Махмұдович, ұсыныс бар. Өзіңізбен кездескенде жеке талқылаймыз жұмыс тәртібімен. Бүгін сессияның сұрақтары көп бізде жатқанда. Қазір әзірлеп отырмыз. Рахмет. Құрметті әріптестер, біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Сессия жұмысын жалғастырамыз. Күн тәртібі бойынша баяндама жасау үшін сөз Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмұдұлы Қасымбекке беріледі. Депутаттар, мына бюджет бойынша жалпы бәрін мен айтып кеттім. Бюджет ұлғайып жатыр, қала өсіп жатыр. Өткен аптада мысалы менің әріптесім Алматы қаласының әкімі звондап отыр осы мәселемен бюджеттеріміз сұрап. Расында біздің бюджетіміз оларға қарағанда үлкенірек. Бірақ оларда бизнестің мүмкіндіктері басқаша. Өздеріңіз көтерген мәселелерді қарап, кездесулерде көтерілген мәселелерді, ең басында президенттің тапсырмалары бүгін мүмкіншілік болғанша 71,5 миллиард теңгенің ішінде кіргіздік. Түсінеміз, мысалы, басқармалардың ұсыныстары 350 миллиард теңгеге болатын. Қолымызда бар мына қаражат. Сондықтан осыны қолдасаңыз, жалпы үлкен жұмыс атқарылатын болады қалада. Енді ары қарай келіскенше ай сайын осы мәселелер бойынша есеп беруге біз дайынбыз. Керек болса менің әріптестерім орынбасарларым бірге келеміз. Басқа бірге дольщиктерге баруға мүмкіншілік бар. Басқа проблемаларды бірге қарайық. Аудан тұрғындарымен кездесулерге де бірге барайық. Жалпы мәселелердің бәрі белгілі. Ең басты мәселе мемлекет басшысы бізді қолдап отыр, қаражат бар. Ең басты бізде адами капитал да бар. Мына жұмысты істейтін кісілер де бар. Сондықтан жылдың соңына дейін қойған жоспарларға бірге жетеміз деп мен үміттенемін. Көп рахмет сіздерге. Енді келесі мәселе аудан әкімдері бойынша. Құрметті депутаттар, президент әкімшілігінің келісімімен жаңадан құрылған Нұра ауданы әкімінің лауазымына Жұмағұлов Жүсіп Рахатұлының кандидатурасын ұсынып отырмын. Президенттік жастар кадр резервінің резервисті Астана қаласы әкімі аппаратында басшылық лауазымдарды атқарды. 2022 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Астана қаласының Сарыарқа ауданының әкімі. Қаламыздың жан-жақты өсіп өркендеуіне зор үлес қосып келген қызметкер. Сіздермен бірге қоян-қолтық жұмыс жасап, халыққа одан әрі қызмет ете береді деп сенемін. Жүсіп Рахатұлының кандидатурасын Нұра ауданының әкімі лауазымына келісуді сұраймын. И екінші, құрметті депутаттар, президент әкімшілігінің келісімімен Сарыарқа ауданы әкімінің лауазымына Ералы Бауыржан Бейбітұлының кандидатурасын ұсынып отырмын. Екі жоғары білім бар, мемлекеттік басқару саласының маманы. Бауыржан Бейбітұлы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінде инспектор лауазымынан басшылық қызметке дейін жеткен білікті маман. Жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру қабілеті жоғары. Бауыржан Бейбітұлының кандидатурасын Сарыарқа ауданы әкім лауазымына келісуді сұраймын. Рахмет, ақпарат аяқталды. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?
Сұрақтарыңыз жоқ болса сөйлеуге ниет білдірушілер бар ма? Бауыржан Амангелдіұлы. Құрметті Желіс Махмұтұлы, Ерлан Ермекұлы, құрметті әріптестер, біз бүгін қаламыз үшін өте маңызды мәселе қарастырудамыз. Аудан әкімдерін тағайындауға келісім беру мәслихаттың құзыретінде. Желіс Махмұтұлы, сіз бүгін Нұра ауданына Жұмағұлов Жүсіп Рахатұлын ұсынып отырсыз. Бұл азамат жас болса да мемлекет қызметте бірталай уақыт жұмыс істеді. Оның ақырғы жылы Сарыарқа ауданының әкімі болды. Осы қысқа мерзімде біраз жұмыс атқарылды. Өзінің білімді басшы екенін дәлелдеп, ұйымдастыру қабілетін, еңбекқорлығын, халыққа жақын екенін көрсетті. Алдына қойған жоспарлары да көп еді. Бірақ бүгін Желіс Махмұтұлы, сіз оған үлкен сенім артып, жаңа ауданның негізін қалауға жіберіп отырсыз. Бұл үлкен жауапкершілік. Осы жұмысты ойдағыдай абыроймен атқаратынына мен сенемін. Сәттілік тілеймін Жүсіп Рахатұлына. Ал енді Сарыарқа ауданына келіп отырған Аптас жас әкімге сәттілік тілей отырып, халқымыздың бір дана сөзін айтқым келеді. Жас келсе іске деген. Осы Сарыарқа ауданына дамытуға бағытылған іс әрекеттеріңіз әрқашанда жемісті болсын. Осы ауданнан сайланған депутат ретінде сізбен қоян қолтық жұмыс жасауға, сізді қолдауға дайынмын. Сізге де сәттілік тілеймін. Рахмет назарларыңызға. Рахмет, Бауыржан Амангелдіұлы. Құрметті әріптестер, біз шешім қабылдауымыз қажет. Астана қаласының Нұра ауданы әкімі лауазымына Жүсіп Рахатұлы Жұмағұловты тағайындауға келісім беруді кім қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Рахмет. Астана қаласының Сарыарқа ауданы әкімі лауазымына Бауыржан Бейбітұлы Ералыны тағайындауға келісім беруді кім қолдайды? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Астана қаласының мәслихаты Нұра ауданының әкімі лауазымына Жүсіп Рахатұлы Жұмағұловты тағайындауға келісім береді. Астана қаласының мәслихаты Сарыарқа ауданының әкімі лауазымына Бауыржан Бейбітұлы Ералыны тағайындауға келісім береді. Құтты болсын. Құрметті әріптестер, олай болса жаңадан тағайындалған аудан әкімдеріне сөз кезегін берейік. Жүсіп Рахатұлы. Құрметті Желіс Махмұтұлы, құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, Нұра ауданының жұмысын тиімді құрып, нәтиже көрсету мен үшін үлкен мәртебе және жауапкершілік. Енді тұрғындардың үмітін ақтауға бар күшімді саламын. Сіздерге сенім үшін қолдауларыңызға үлкен рахмет. 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 Бауыржан Бейбітұлы. Құрметті депутаттар, өздеріңіз жақсы білесіздер, Сарыарқа ауданында Нұрбесік деген үлкен бір проблема болды. Бар әлі. Сол мәселе 16 жыл шешімін таппай жүрген. Енді мына Жүсіп Рахатұлы мәселені шешу жолдарын тауып, өткен аптада біз сотпен және прокуратураның бәрін келісіп, ол жұмысты бастап кеттік. Оның алгоритмі бар. Осы жылдың жаздың соңына дейін, тамыз айға дейін мәселе толығымен шешіледі деп жоспарлап отырмыз. Жалпы үлкен шешім Сарыарқа ауданға үлкен бір жақсы шешім болды. Өздеріңіз сол жерде болдыңыздар науқанның кезінде, солай ғой. Ең үлкен мәселелердің бірі осы болды. Сондықтан Жүсіптің сол үлкен бір жеңісі деп санаймыз. Рахмет. Бауыржан Бейбітұлы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ең алдымен елорда әкімі Желіс Махмұтұлына және де барша депутаттарға алғысымды білдіремін. Білдіріп отқан сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Мен үшін бұл үлкен мәртебе әрі жауапкершілік. Сондықтан да алдағы уақытта елордамыздың дамуына және де Сарыарқа ауданымыздың көркеюіне, дамуына тұрғындармен етене жұмыс жасауға және де олардың әлеуметтік жағдайын дамытуға барынша тырысамын. Рахмет барлықтарыңызға. Рахмет. Сіздерге сәттілік тілейміз. Еңбектер жемісті болсын. Ел игілігі жолында бірлесе жұмыс атқарып, үлкен істерді жүзеге асырады деп сенеміз. Сөз кезегі Астана қаласының әкімі Желіс Махмұтұлы Қасымбекке беріледі. Құрметті депутаттар,
тағы да ризашылығымды білдіремін. Көп рахмет сіздерге. Екі жас маман, бірақ тәжірибесі бар, мол. Жүсіп Рахатұлы 10 жылдан астам қалада жұмыс істеп отыра беріңіз. Енді мына жаңа ауданның негізін қалауға бара жатыр. Ол мемлекет басшысының үлкен сенімі. Сондықтан Жүсіп Рахатұлына сәттілік тілейміз, және бұл мына жаңа ауданда мәселелер аз емес, оның үстінде үркердің мәселесі бар, басқа да үлкен мәселелер. Оны депутаттық корпуспен тығыз жұмыс істеп, ол мәселелер шешіледі деп мен өзім жоспарлап отырмын, үміттенемін. Және жаңадан келген жаңа әріптесіміз Ералы Бауыржанұлы, мына Сарыарқа ауданы ерекше аудан, мына елорданың тарихи орталығы, сондықтан мына жерде тұратын тұрғындардың ерекшеліктері аз емес. Алдында айтып кеттік, мына Нұрбесік мәселесі, оның жолдарын таптық. Енді өзіңіз әріптестермен бірге бұл мәселенің соңына дейін апарып, нүктесін қоюыңыз керек. Сізге де сәттілік тілеймін, ал депутаттарға көп рахмет, жас мамандарға сенім білдіріп қолдағандарыңызға. Көп рахмет сіздерге. Жеңіс Махмұдұлы сессия жұмысына қатысқаны үшін алғыс айтамыз. Құрметті әріптестер, Жеңіс Махмұдұлы жаңа әкімдерді аудан активіне ұсынуға барады, сондықтан сіздердің рұқсаттарыңызбен қарсы алайық. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, сессия жұмысын жалғастырамыз. Астана қаласының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарын тізбесін айқындау қағидасы туралы Астана қаласы мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндама жасау үшін Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Скуп Илья Васильевич шақырылады. Саламатсыздар ма, құрметті Ерлан Үрмекұлы, құрметті депутаттар және әріптестер. Бүгінгі мәслихат отырысын қарауына Астана қаласының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасы туралы Астана қаласы мәслихатының шешіміне өзгеріс енгізу туралы нормативтік құқықтық акт ұсынылады. Так, в целях приведения в соответствии с законом Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников предлагается социальную помощь, оказываемую малообеспеченным гражданам в размере 4,5 МРП к 1 декабря перенести на 25 октября, День Республики Казахстан, в связи с присвоением этому празднику статуса национального праздника. Кроме того, для улучшения качества жизни социально уязвимых слоев населения предлагается увеличить размер социальной помощи, связанной с наступлением трудной жизненной ситуации, на возмещение лекарственных средств, которые помощь проходит через наше управление, увеличить с 13 МРП или 44 850 тенге до 20 МРП или 69 тысяч тенге. Вы знаете, было множество обращений по этому поводу и в адрес управления, и в адрес депутатов. Вот, в связи с чем просим поддержать данный нормативный правовой акт. Дополнительная потребность бюджета составит 18 миллионов тенге в текущем году. Проект не противоречит действующему законодательству, отвечает требованиям к нормативно-правовым актам. Прошу поддержать. Спасибо за внимание. Баяндама аяқталды. Баяндаушыға сұрақтарыңыз болады ма? Алжан Амангелді. Илья Васильевич, вот когда мы рассматривали вопросы бюджета на заседании комиссии, я вот поднял несколько вопросов. Первый – это вопрос газификации, когда вот эту сумму, которую мы компенсируем представителям СУСН после того, как работы будут выполнены. Вот я думаю, что вот этот вопрос нам нужно или создать, Ерлан Ильич, или рабочую группу создать с участием управления, значит, депутатов и совместно решить. Или можно в каком-то рабочем порядке. Мы через неделю рассмотрим в рабочем порядке его. В рабочем порядке, да? Рахмет, ага. И вопрос по зубопротезированию. Все-таки вот увеличение стоимости суммы вот на зубопротезирование пенсионеров, вот то, что мы выделяем с бюджета. 90 тысяч – это мизерная сумма, которой не хватает, и качество этих протезов, оно желает лучшего, не подлежит никакой критике. Поэтому как вот этот вопрос, может быть, это уже в бюджете следующего года? Совершенно верно, да. Надо в текущем году уже договора заключены,
Поэтому в текущем году не получится, но я Да, думаю, да, я следующий год, понимаю, да, что при это поддержке вопрос депутатов и возможности бюджета, я думаю, На реализуем. следующий год мы к этому вопросу, я думаю, надо вернуться и посмотреть. Зор мәселені Бауыржан Магдеевич, біз былтыр қарадық. Біз каждый вот 4 ауданның клиникаларын барып қарап шықтық, стоматологияларын, сапасын қарадық, қандай материал пайдаланады, қанша қаражат, қалай жазылады, кезектегі адамдардың жағдайы қалай шақырылады деген секілді. Шын айтқанда біз былтыр қойған бір 4-5 ескертулеріміз болды, оның бәрін осы жылы орындадық толығымен. Осы жылы, как я понимаю, вы поделили на 4 района, так? Да, хотим, чтобы была хоть какая-то конкуренция, потому что раньше Раньше, ее вообще да, не было. здесь хотел объяснить коллегам, раньше была одна компания, Мгм. и у него были всего 2 точки по городу. И все пенсионеры, люди пожилого возраста туда ездили, очередь и так далее. В том числе они еще оказывали платные услуги, то есть такая услуга была. В этом году они поделили по районному принципу, чтобы каждый Каждый район. пожилой человек, ветеран, пенсионер получал по своему району. Да. И еще они отдельно выделенные, по-моему, эти, да? Специальные вот эти кресла. Совершенно верно, да, увеличили количество. Все, рахмет. Илья Васильевич, отырыңыз, рахмет. Рахмет. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Жер учаскелер мемлекеттік мұқтаж үшін алып қоюға байланысты жер учаскелер немесе өзге де жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару шарттарының жобаларын келісу туралы. Баяндама жасау үшін Астана қаласы тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысы Ануар Абдразақұлы Саипов шақырылады. Құрметті Ерлан Ермекұлы, құрметті депутаттар, Астана қаласының тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы Астана қаласы маслихатының сессияның қарауына 4 миллиард теңге сомасында жалпы ауданы 6 гектар 22 объекті бойынша 206 жер учаскелерді сатып алу жөнінде шарттың жобасын ұсынады. Жер учаскелерін сатып алу келесі құрылыс объектілер бойынша жүзеге асады. Первый участок строительства улицы в районе пересечения Шарль-де-Голля и Тукпанова. Второй многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения проспекта Тавель-Сыздык и улицы Шарль-де-Голля. Третий сети водоснабжения на участке от проспекта Тавель-Сыздык до улицы Шарль-де-Голля. Четвертый строительство улицы от проспекта Тавель-Сыздык до улицы Тукпанова. Пятый строительство улицы Асан-Кайгы от улицы Иманова до проспекта Бугенбай-Батыра. Шестой коридор сетей на участке от ПС Городская до ПС Астана. Седьмое строительство школы в районе пересечения Иманова и Егемен Казахстан газеты. Восьмое строительство улицы Бишикаин на участке от улицы Жейнкуловой до улицы Асан-Кайгы. Девятый строительство улицы Жейнкуловой на участке от шоссе Алаш до переулка АБРЛ. Десятый прокладка и эксплуатация двухцепной воздушной линии от ТЭЦ Промзона Городская. 11 строительство школы в районе пересечения улицы Урунбор и улицы номер 37, проектное наименование. 12 улица БЖ-2, БЖ-5 и БЖ-7, проектное наименование на участке от проспекта Тавель-Сыздык до улицы Сатпаева. 13 строительство улицы номер 37 на участке от улицы Кирей-Жанибек-Хандар до проспекта Улдала. 14 благоустройство общественного пространства по улице Суворова в районе дома номер 16. 15 участок для благоустройства по проспекту Абая в районе домов 92/1, 92/2. 16 строительство улицы в районе пересечения улицы Айтматова 189 и 12/208. 13 строительство школы в районе пересечения проспекта Туран и улицы Хусейн бен Талал. 18 строительство школы в районе пересечения улиц Нажимеденова и А56. 19 строительство школы в районе пересечения проспекта Кабанбай-Батыра и улицы Бухар-Жирау. 20 строительство улицы Аманжоловой на участке от улицы А19 до улицы Колдаякова. 21 строительство скверов и бульваров по аллее Манжилдык. 22 строительство административного здания в районе пересечения проспекта Кабанбай-Батыра и улицы Хусейн бен Талал. Уважаемые депутаты, все собственники земельных участков ознакомлены с суммой компенсации, письменное согласование имеется. Прошу поддержать. Баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, біз кеше ғана бейінді комиссия отырысында осы мәселені жан-жақты талқылаған болатынбыз. Атаулы мәселеге қатысты Ануар Абдразақұлына сұрақтарыңыз болады ма? Бауыржан Магдеевич. Ануар Абдразакович,
Скажите, пожалуйста, вот есть в Байконурском районе переулок Культеген. Как складывается ситуация по сносу вот этих домов на этом переулке, где проходит ВЛ, и люди там уже много лет получают излучение, болеют раковыми болезнями, и ситуация там очень такая критичная. На сегодняшний день вопрос решился положительно? Вопрос до конца не решился. На каждом уточнении нам выделяют средства. Вот на этом уточнении 600 миллионов посадили именно на Культеген. То есть потихоньку мы работу проводим. Но в этом году мы не закончим. Деньги, да. С прошлого года выделяется. Рахмет. Басқа сұрақ жоқ па? Сұрақтарыңыз болмаса біз шешім толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Астана қаласы әкімдігінің дербес құрамын келісу туралы. Астана қаласы мәслихатының 2023 жылғы 19 қаңтардағы шешіміне толықтыру енгізу туралы. Баяндама жасау үшін Астана қаласы әкімі аппараты басшысының орынбасары Жанасыл Қамалиұлы Шаукентаев шақырылады. Қайырлы күн, құрметті депутаттар, қайырлы күн, құрметті Ерлан Ермекұлы. Сіздердің қарауларыңызға кадрлық өзгерістерге байланысты Астана қаласының дербес құрамын бекіту туралы шешімді ұсынып отырмыз. Қолдауларыңызды сұраймыз. Баяндама аяқталды. Баяндама аяқталды. Атаулы мәселе бойынша сұрақтарыңыз болады ма, құрметті әріптестер? Рахмет, Жанасыл Қамалиұлы, отырыңыз. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Сессия жұмысын жалғастырамыз. 7-ші мәселе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының бұйрығымен ағымдағы жылдың ақпан айында Б корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік әдістемесіне өзгерістер енгізілді. Енгізілген өзгерістерге сәйкес бағалау, қол жеткізу нәтижелері, рейтинг әдістері және бағаланатын тұлға лауазымының санатына байланысты 360 негізінде жүзеге асырылады. Осыған байланысты мәслихат аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің қызметіне бағалау жүргізу мақсатында Астана қаласы мәслихатының аппараты мемлекеттік мекемесінің Б корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту қажет. Қолдауларыңызды сұраймын. Біз шешім қабылдауымыз қажет, құрметті әріптестер. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы нөмір 704 жарлығымен бекітілген мәслихаттың үлгілік регламентінің 7 бөлімінде мәслихат депутаттарының өз қызметін жүзеге асыру кезінде, оның ішінде мәслихат пен оның жұмыс органдарының отырыстарында мінез құлық нормаларын, сондай-ақ қағидаларда белгіленген талаптарды бұзған үшін жазалау шараларын айқындайтын депутаттық әдеп қағидалары белгіленген. Біздің осы ережелерді сақтауымыз депутаттық корпустың неғұрлым тиімді қызметіне және азаматтардың өкілетті органға деген құрметі мен сенімін артуына ықпал етеді. Осыған байланысты, сондай-ақ депутаттық әдеп саласында жанжал жағдайлар туындаған жағдайда оларды қарау және шешу мақсатында депутаттық әдеп мәселелері жөніндегі мәслихат комиссиясын құру қажет. Депутаттық әдеп мәселелері жөніндегі комиссияның тиісті құрамын қарауды және бекітуді сұраймын. Сұрақтарыңыз бар ма осы мәселе бойынша, құрметті әріптестер? Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. 9-ші мәселе. Астана қаласының сайлау комиссияларының мүшелерін сайлау жөніндегі Астана қаласы мәслихатының уақытша комиссиясын құру туралы.
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 10-шы бабының 3-ші тармағына сәйкес орталық сайлау комиссиясын қоспағанда сайлау комиссияларының құрамдарын тиісті маслихаттар қалыптастырады. Аумақтық, округтік және учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін саяси партиялардың ұсыныстары негізінде тиісті маслихаттар сайлайды. Осыған байланысты сайлау комиссияларын қалыптастыру және олардың мүшелерін сайлау жөніндегі жұмысты жүргізу мақсатында сайлау комиссияларының мүшелерін сайлау жөніндегі уақытша комиссияның тиісті құрамын бекітуді сұраймын. Сұрақтарыңыз бар ма осы мәселе бойынша? Бұл комиссияның құрамына маслихатта белгіленген 4 саяси партияның да өкілдері бар. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде сұрақ жоқ деп. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі келесі мәселе. Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясы төрағасының жұмысына бағалау жүргізу бойынша өкілеттіктерді жүктеу туралы. Ақпарат беру үшін Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясы төрағасының міндетін атқарушы Амандық Тұрсынұлы Молдашев шақырылады. Құрметті депутаттар, бұған дейін Астана қаласы мәслихатының шешімінен тексеру комиссиясы төрағасының қызметіне бағалау жүргізу Астана қаласы мәслихатының хатшысы Ерлан Ермекұлы Каналиевке бекітілген болатын. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2020 жылғы 8 ақпандағы бұйрығымен Б корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметіне бағалаудың үлгілік әдістемесіне өзгерістер енгізілді. Бұрын мемлекеттік қызметшілер қызметін бағалау жылына 1 рет жүргізілген. Бүгін таңда енгізілген өзгерістерге байланысты бағалау 90 сайын жүргізілетін болады. Осыған байланысты Астана қаласы бойынша тексеру комиссия төрағасы қызметін бағалау жүргізу Астана қаласы мәслихатының төрағасы Ерлан Ермекұлы Каналиевке жүктеу туралы ұсыныс енгіземін. Қолдауыңызды сұраймын. Рахмет. Ақпарат аяқталды. Амандық Тұрсынұлы, сұрақтарыңыз болады ма, құрметті әріптестер? Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешімді толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелерінің Б корпусы мемлекеттік әкімшілік лауазымдарының біліктілік талаптарын бекіту туралы. Амандық Тұрсынұлы, жалғастырыңыз. Құрметті депутаттар, бұған дейін Астана қаласы мәслихатының шешімімен Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелерінің бекітілген талаптары бекітілген. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының 2022 жылы 30 желтоқсандағы заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес уәкілетті органмен немесе оның аумақтық бөлушісімен Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын міндетті түрде келісу бөлігінде өзгерістер енгізілді. Осыған байланысты тексеру комиссиясы төрағасы мен мүшелерінің біліктіліктің талаптарының жобасын әзірледі. Және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментпен келісілді. Осыған орай Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы мен мүшелерінің біліктілік талаптарына жаңа редакцияда бекітуді сұраймын. Ақпарат аяқталды. Құрметті әріптестер, атаулы мәселеге қатысты сұрақтарыңыз болады ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бір шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдау қарсы болмасаңыздар, дауыс берулерін сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Соңғы мәселе, Амандық Тұрсынұлы, жалғастырыңыз. Құрметті депутаттар, республика бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің жоғары аудиторлық палата болып қайта құрылуына және тексеру комиссиясының үлгілік ережесіне
өзгерістер енгізілуіне байланысты сіздің қарауыңызға Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясы мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы Астана қаласы мәслихатының 2020 жылғы 30 қыркүйектегі шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәслихат шешімінің жобасын енгізуге және оны мәслихат сессиясының шешімімен бекітуге сұраймын. Әріптестер, ақпарат аяқталды. Сұрақтарыңыз болады ма осы мәселе бойынша? Сұрақтарыңыз болмаса отырыңыз заман қосылуға рахмет. Біз шешім қабылдауымыз қажет. Шешім толығымен қабылдауға қарсы болмасаңыздар, дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға шығарылсын. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар мен сессия жұмысына қатысушылар, Астана қаласы мәслихатының екінші кезектен тыс сессиясына енгізілген мәселелер толық қарастырылды. Сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Рахмет. Астана қаласы мәслихатының екінші кезектен тыс сессиясы жабық деп жарияланады. Қатысқандар үшін рахмет. Шақырылғандар боссыздар. Депутаттарды құрмет